Саламатсыздар ма, әріптестер? Өте қуаныштымын. Біріншіден, қазір мынау ғылым департаменті ұжымына қуаныш мырза, сіздерге рахмет осындай бір ұйымдастырғаныңызға. Менің есімім Қайрат Молдашев. Өзім СДУ университетінде доцентпін, қауымдастырылған профессор. Жалпы біраз жылдары, қателеспесем, 2009-дан бастап осы зерттеу методология бойынша сабақтарды беріп келе жатырмын. Және жаңағыдай 2017-те АТД публикация кітапта шыққан. Әріптестер, кешіріңіз, мына микрофондарды өшіріп тастасақ, естіліп тұр дауыстарыңыз. Осы методология бойынша біраз жалпы семинар, сосын кітапты жазған болатырмын. Бүгін де мына соңғы бір екі жарым жылдың бір жұмыстың нәтижесі десек болады. Мына ChatGPT шыққалы өзім осы сабақ беруде болсын, жалпы зерттеу жұмысында болсын, қолданды эксперименттер, біраз андай мақала жазуда болсын, басқа нәрсе болсын, қалай қолданған дұрыс, сол нәрсеге біраз көңіл бөлгенмін. Енді методология бойынша сабақ беремін PhD студенттеріне, нархоз университетінде, біраз басқа университеттерде. Және соның тәжірибемен бүгін бөлісейін деген бір шетінен. Екіншіден, соған қатысты жаңа кітап емес, бірақ промпттардан тұратын бір платформа және қосымша курс, сондай бір платформа жасау, оны да бір таныстырып, осындай екі мақсатпен. Бірінші, рұқсат берсеңіз, мен жалпы жасанды интеллект зерттеу процесінде қолдану. Қазір біз көбінесе енді студенттер болсын, өзіміз болсын, академиялық процесте көп қолданып жатырмыз. Енді оны мен көп әріптестерімнен көріп жатырмын. Бірақ зерттеу процесінде қолдану әртүрлі дегендей. Мен экранды бөлсең қазір. Көп уақытыңызды алмай, жалпы 20-25 минутке бір бітіруге тырысамын, аз уақытта. Сосын сұрақ-жауап ары қарай өтсек болады. Сұрақтарыңыз дәл болып жатса, чатқа жаза беріңіз, мен кейін ашып оны қараймын, чатты қарап шығамын. Жалпы зерттеуде жасанды интеллектті тиімді әрі этикалық қолдану, осы мәселеге кішкене тоқталғым келіп тұр. Енді жаңа айтқанымдай, академиялық процесте көп қолданып жатырмыз, силабус болсын, басқа көп мәселеде студенттерде қолданып жатыр. Ал зерттеу процесі келгенде қолдану керек па деген сұрақтар туындап жатқан мен әріптестерім бар. Әсіресе мына hallucination, кішкене енді ChatGPT болсын, Gemini болсын, басқа осындай large language models дейміз ғой, үлкен тіл модельдері, өртік айтып қоятын тұстар бар, жаңа галлюцинация дейміз, falsification дейміз, көптеген осындай қолданып, одан кейін дұрыс пайымды бір нәтиже алмай тастап кеткендер бар, немесе аз қолданып жүргендер бар. Өйткені өзіңіз білетініңіздей, сілтемелер дұрыс бермейді, жоқ нәрселерді шығарады ойынан дегендей. Одан кейін қолдануға болады ма деген де сұрақ бар. Яғни этикалық тұрғыдан. Мына бізде қазір Қазақстан болсын, басқа көптеген мемлекеттерде, әсіресе publish or perish, мақала жазу керек, KPI-ға кіріп кеткен соң, бұндай мәселелерде көптеген ғалымдарымыз енді бұрындары не болатын, хищник журнал дейміз, сол мәселе болатын. Қазір енді ол азайды, құдайға шүкір. Бірақ мынау ретракциялар көбейіп кетті. Ретракция мәселесі көбейіп кетті. Яғни мынау нелерді, посредниктер беру қызмет жаңағыдай жақсы мақала жазады, әдемі көрінеді дегендей, немесе кейбір жаңағыдай ғылымда да сондай нәрселер бар. Бірақ кейін оны жасанды интеллект екен, немесе көптеген жаңа қателер бар екені табылып, ретракцияға кетеді. Осы мәселе көбейіп кетті, әсіресе жасанды интеллект шыққалы. Осындай мәселелер бар. Солардың бір алдын алу жолы да маңызды. Енді мен бүгін бұл сұрақтарға жауап ретінде де жаңа қолдану керек па, қолдануға болады ма деп, деп жауап бередім. Жалпы қолдану керек, қолдануға да. Неге десеңіз, яғни біз қазір оны қолданбасақ, біраз бәсекелестік жағынан болсын, басқа тұстардан болсын, біраз кері қалып қоямыз. Бірақ үлкен мәселе қалай қолдану керек. Енді бұл жерде мен үш мәселеге, үш принципке жалпы тоқталғым келіп тұр. Енді бұл жерде презентацияда болсын, одан кейін қазіргі таныстыратын платформаға қатысты болсын, үш принцип.
Біріншісі тиімділік. Яғни тиімділік дегенімізде жалпы зерттеулер бар қазір. Кейбір зерттеулер бойынша 3 есе дейді арттырады, бірнеше есе арттырады, яғни тиімділікті. Сіз бір жылда 2 мақала жазсаңыз, бәлкім жасанды интеллектті дұрыс қолдана отырып 6 мақала жазуға болады дегендей. Немесе бір мақаланың орнына 3 мақала. Сондай бір тиімділік арттыру мәселесі бар. Екінші, әрине, этика мәселесі. Бұған қатты көңіл бөлеміз. Және де үйрену. Неге үйрену? Өйткені мына кешіріңіз, мына әріптестер мына жақта бір жалпы үйрену мәселесі. Яғни үйрену дегенде білетініңіздей, енді академиялық зерттеулер көп мына жерде, студенттерге қатысты зерттеулер, жасанды интеллекті көп қолданатындар да мына cognitive offloading немесе skill atrophy деген терминдер қолданады. Біз өзіміз кейбір анау ойлау жүйесін, ойлау процестерін жасанды интеллектке артып қоятын жағдайлар болады. Немесе біраз көп қолданғаннан кейін кейбір дағдылар жойылады немесе азаяды, ал қалыптасқан, мысалы студент болсын не болсын, уже қалыптаспай қалады. Осындай бір де қауіп бар. Сол үшін үйрену өте маңызды. Жалпы жасанды интеллект қолдану кезінде дағдылар қалыптастыру, үйрену мәселесінде өте маңызды. Осы 3 принципке негізделемін. Енді бірінші платформаға таныстырмай тұрып, мына тиімділік мәселесін, жасанды интеллектті қолданғанда қалай тиімді қолданамыз, әсіресе зерттеу процесінде. Яғни бұл жерде промпт инжиниринг өте маңызды. Бұл енді бір өзі бір өз алдына бір не дейміз, бір бағыт десек те болады, промпт инжиниринг. Яғни large language models, құрамыз. Яғни жалпы бұрындары біз бір ондай жасанды интеллектпен жұмыс істеу үшін программдауды білу керек болса, негізі жасанды интеллект біраз бір 20-30 жыл бар ғой, негізі көп нелерде қолданып жатыр. Бұйымдарда жалпы болсын қолданып жатты, бірақ осылай кең таралғаны жаңа диалог мәселесі шыққалы. Кез келген адам онымен диалогқа көше алады, сол үшін ол тарап кетті. Енді бұл жерде диалогтың сапасы өте маңызды. Бұл күнделікті өмірде де, біз әріптестермен қаншалықты сапалы диалог құра білеміз, соншалықты жетістікке жетеміз дегендей. Ал мына жасанды интеллектте ол да диалогтың сапасы өте маңызды. Енді бұған тоқталып кететін болсақ, бірнеше принциптері бар. Әрине, мақсатты нақты қою, контекстті көрсету дегендей, жауап форматын шектеу, көрсетпелеу, қандай жауап күтесіз, роль беру, жаңағы персона паттерн дейміз, сен осындай ғалымсың, осы саладағы ғалымсың деп. Басқа да аутлайнинг паттерн, бірнеше жаңағы жалпы нелер, бұған паттерн дейміз. Промпт инжинирингде паттернді қолданады, аутлайнинг, басқа жаңағы диалогтың сапасын ұлғайту үшін. Енді менің бір кішкене бұл жерде таныстырып келатқан бір не, жаңа платформада, мысалы мен метод мейт деген платформа жасап шыққаным, бұл жаңағыдай айтылып кетті ғой, от идеи к публикации кітабы. Соның жасанды интеллект халі десеңіз де болады, негізгі. Яғни зерттеу өнімділігін арттыруға арналған промпттар, бірақ тек қана промпттар емес, бұл жерде қазір кішкене көрсетіп кетемін. Жалпы имрат бойынша жаңа introduction, кіріспеден бастап, идеядан бастап, ары қарай жаңағы методологиясы бар, результаттар жазу, оны жаңа талдау, және публикацияға мақаланы дайындау. Осы процесті қамтитын промпттар. Және бұл промпттар дегенде де жаңа промпт инжиниринг деп жатырмыз ғой. Бұл мысалы мен бір-екі мысалын көрсетейін. Промпт ретінде, мысалы, делік докторант болсын, бір диссертация тақырыбы бар, немесе бұл бір ғалым болсын, жоба ұтып алған, жобаның тақырыбы бар дегендей. Ең бірінші, енді бір мақсат бір ғылымға жаңалық қосу, ары қарай оны мақала немесе диссертация ретінде шығару болса, ең бірінші әдебиетпен танысу. Ең біріншісі жаңа әдебиетпен танысу өте маңызды. Енді бұл жерге келгенде мен бір екі не қойғанмын. Әрине, консенсус сияқты
Perplexity, Insights бірнеше платформалар бар әдебиет іздеуге көмектесетін. Деген оларды қолдануға негізі жақсы, олар да жақсы бір не береді, нәтиже береді. Дегенмен деліксіз systematic literature review, жаңағы әдебиетке жүйелі түрде шолу жасау немесе ондай мақала жазып жатсаңыз, онда оларды қолдану біраз қиындыққа соғады. Неге? Өйткені ана ар жақта black box дейміз ғой, не болып жатқанын білмейсіз, қалай тапқан, қалай неткенін. Ал шолу мақала сондай бірдеңе жазғанда ол жерде кілт сөздер бар, нақты көрсету керек мақаланың ішінде де дегендей. Сол үшін жалпы жаңа этика деп жатырмыз ғой. Жаңа сіз ғалым ретінде де өзіңіз жаңа рөлді өзіңіз қолыңызда ұстайтындай, сол үшін осындай бір промпттарды соған қарай мен жасағанмын. Мысалы скопусты іздеу блогы, скопуста мақаланы іздеу. Енді былай қарасаңыз оңай сияқты, кілт сөздер жазасыз, бірақ нәтиже сол кілт сөздердің сапасы және мынау булинг дейміз ғой, and or not, жаңағы жақшалар соларды қаншалықты дұрыс пайдаланады соған байланысты. Және бұл жерде мен мысалы copy prompt, жаңағы промптты копиялайсыз делік. Көбінесе бұл жақта мен тегін платформаларға да тест жасағанмын бұл промпттарды, яғни чат GPT-дің немесе Gemini болсын, тегін версиялармен де жұмыс істей береді. Мен мына жақта несі менде ақылы версиясы сол тестілген тегін версияларында. Жаңа промпт инжиниринг деген осы. Біраз промпт өзі бірнеше саты бойынша, сосын соларды қолдана отырып жасалған промпттар. Делік, мына бірінші сатыда сізден не сұрайды? Тақырып сұрайды. Мысалы, impact of AI on research. Яғни бірінші сіздің тақырыбын сұрау болады, соған қарай екінші сатыға көшеді. Мысалы, үйрену процесі де бар мына жерде. Мысалы, кілт сөздерді жасағанда PCC фреймворк қолданылады, population, concept, context. Яғни оның өзі бір жеке бір бағыт, кілт сөздерді дұрыс жазу дегендей. Ары қарай сізден broad кеңірек іздеп көрейін ба, немесе бір нақты азырақ нақты мақалаларды тауып көрейін ба деп ары қарай сұрай береді. Осылай жалғастырып, одан кейін сізге жаңа кілт сөздерді ұсынады. Одан кейін сіз оны таңдап бекіткеннен кейін скопусқа қойып қоятын дайын жаңа кілт сөздер, булингдермен дайын береді делік. Бұл бір жаңа мысал ретінде. Мына жақта оны скопусқа қалай қою, оның да бір видеосы бар, кішігірім, бір минуттық дегендей көрсететін. Жалпы осылай кете береді несі промпттарын, жаңа мен промпт инжиниринг ретінде айтып келе жатырмын. Енді этикаға келетін болсақ, яғни мен тек қана бір мысал. Енді этикаға келетін болсақ, яғни тек қана бір мысал. Бірнеше тәуекелдер бар әрине. Жасанды интеллект қолданғанда бірнеше тәуекелдер бар. Біреуі жаңағы байыз. Бір жақтылық дейміз ғой. Жасанды интеллект, яғни неге біз өте абай болуымыз керек? Және де неге мына мен платформаны жалпы құрған бір себебім, өйткені біраз әріптестерімді мен көріп жатырмын. Жалпы әлемдік жетекші университетте болсын, Қазақстандық университетте болсын, басқа жерде болсын, қолданып жатыр. Және кейде біз драфттарды бөліседі, нетеді дегендей, отчет болсын, мақаланың драфттары болсын, жасанды интеллект деген көрініп тұрады, одан кейін артынан тексеру керек, біраз сондай қиындықтар туындайды. Мысалы, ең кішкене байқалмайтын бір қиындық тәуекелдердің бірі ол байыз. Яғни жасанды интеллект тек қана ғылыми еңбектерге емес, мынау газет болсын, журнал болсын, басқа да интернеттегі блогтар, форумдарда да мағлұматтарды қолданған, яғни тренинг жасалғанда. Яғни бұл жерде қоғамда қандай проблемалар бар, қандай бір жақтылық, расизм болсын, басқа нәрселер болсын, климатқа қатысты, вакцинаға қатысты бүкіл нелер, қоғамда қандай ойлар, бір жақтылық үшін кішкене абай болу, оны байқамауымыз мүмкін кейде. Екінші black box, кейде шолу мақаласы болсын, басқа мақалалар жазғанда біз жасанды интеллект қолдансақ, оны артында не болғанын түсіндіре алмаймыз. Яғни өзіміз егер оны процессті бақылап отырмасақ, бұл мәселе қиын. Әрине галлюцинация, бұны бәріңіз көптеген байқайсыз. Галлюцинация мәселесін ойдан шығарылған фактілер береді, ойдан шығарылған сілтемелер береді. Әрине плагиат, авторлық, кім автор деген мәселе туындалады.
және құпиялылық. Әне бұл жерде платформада мен оған көп көңіл бөлемін. Мысалы, не промпттары бар. Делік сіз интервью жинадыңыз, одан кейін оны анализдеу керек. Жаңағы транскрипт қолыңызда бар, анализ жасау керек дегендей. Бұған қатысты жаңағы промпттар бар. Сізге бұны кодировкасын, жаңағы несін, тематический анализ жасап беруге көмектесетін промпттар бар. Бірақ бұл жерде айтарлықтай, сіз интервьюде конфиденциально болады деп сөз берген болсаңыз, онда бір транскриптті жалпы жеке компьютердегі немесе жаңағы институционалды бір жасанды интеллект платформасы жүктеген дұрыс. Бірақ андай жалпы тегін платформаға жүктейтін болсаңыз да бүкіл жаңағы нелерді, адамдардың аттарын болсын, немесе ол интервью кезінде бір ұйымдарға болсын, басқа адамдарға сілтеме жасайды, солардың бәрін алып тастау керек. Иә, бұл құпиялылық мәселелері өте маңызды, жасанды интеллектке келетін болсақ. Яғни бұл жерде көбінесе енді біздің кездесетініміз мына галлюцинация мәселесі делік. Иә, сосын мынау біржақтылық сияқты көп кездеседі. Яғни мен бір нәрсе тағы бір қызық бір промпттарды көрсетейін, енді өзімді көп қолданатын. Жаңағы бірінші бастап кеттім ғой. Мына кейбір промпттар негізі не? Қолжетімді. Қолжетімді. Бас жағында бар. Аспиранттарға бір сабақ өтіңдер деп жатыр екен, қосып қояйын, иә, іздесеңіздер. Жаңа промптты көрсетіп кеттім біріншісін, мақала табуға байланысты. Мысалы, келесі промпт, ол мақалады анализ жасау. Яғни біз мақала тапқан болсақ, мысалы делік 20-30 мақала дегендей, оны кейін анализдеу промпты бар. Анализ жасағанда да белгілі бір өзінің бір ерекшеліктері бар. Мен сізге бір көрсетіп кетейін. Әр платформаның жалпы, ChatGPT болсын, Gemini болсын, өзінің Grok немесе DeepSeek дегендей ерекшеліктері бар. Анализ үшін Gemini жақсы. Ол кішкене көбінесе бір өзінің бір ерекше кімдігі десек те болады, нақтылықты жақсы көреді сәл. Басқаларға салыстырғанда кейде сіз бұрыс жауап берсеңіз де дұрыстауға тырысады. Ал ChatGPT керісінше, ол сіз кейде бұрыс айтып жатсаңыз да сол дұрыс емес, иә, сол жаққа сізді алып кетуі де мүмкін. Ол жазуға жақсы, креативті кішкене, кейде қосып жібереді көбірек өз атынан дегендей. Ал Grok мысалы көбінесе біржақтылық ол жерде басымырақ дегендей. Ғылымда мен көп Grokты мысалы қолдану қиынырақ жалпы. Өзінің Илон Маск болсын, басқалар идеялар бар ол жақта, қызық. DeepSeek мысалы Қытаймен байланысты зерттеп жасасаңыз, DeepSeek мүлдем келмейді, өйткені кәдімгі настройкаларында жаңа партияға қарсы, неге қарсы бүкіл нәрсені айтпайды дегендей. Әр платформаның өзінің бір ерекшеліктері бар. Енді мен мына жақта мына промптты қояйын. Мысалы қойдым. Бұл жаңағы промпт мақалаларды анализ жасайды. Мақалаларды анализ жасайды. Және анализ жасағанда да тек қана андай не дейміз, bullet point, список ретінде мақала осындай айтып береді емес та, өте түбегейлі мақала туралы жаңағы ссылка, информация, одан кейін мысалы методологиясы, негізгі жаңағы нәтижелері, одан кейін келешек зерттеулерге қандай ұсыныстар береді ғалымдар. Осылай анализ жасайды. Одан кейін оны жазғанда да толық сөйлемдермен жазады. Бұл өте маңызды, кейін бұны ары қарай қолданғанда. Мен бір мысал ретінде көрсетіп кетейін. Мына жақта бір дайындап қойғанмын нені, бір мысалды. Делік, мынау жасанды интеллект делік зерттеулерге қандай әсер етеді деген тақырыпқа бірнеше мақаланы осылай несін жасаған, түйіндемесін жасап, осылай дайындап қойған. Делік сізде осындай файл бар. Бұл жерде 30 мақала болуы мүмкін, 70 беттік дегендей. Өйткені сіз 30 мақаланы жасанды интеллектке жүктей алмайсыз. Жүктесеңіз де ол жерде мағлұмат өте көп. Қателесу, галлюцинация ықтимал көп. Ал мындай жалпы подход болса, онда ол басқаша. Мысалы, 30 мақала өте жүйелі түрде, және сіз оны тексеріп аласыз делік, оригиналмен қандай дұрыс түйіндеме жасады ма, жасамады ма дегендей. Екінші файл делік, мен мына жақта
обзор литературы мысалы жазу мәселесі бар. Немесе жаңағы problem statement деймін, мен бір промпт ретінде мына жақта көрсетейін. Аз зерттелген тұстарды анықтау мәселесі дейік. Осы жерге делік мен мынау неде жаңа айтқандай чат GPT-де мына промптты қойып нетуге болады. Жаңа мақалалардан бірнеше альтернатива, яғни пікір таласуға болады бұл жерде. Мына жақта сізден файл сұрап жатыр, жаңағы summary файлды. Мен соны берейін мынаған. Осындай, бұл тек қана жаңағы платформа айтқандай промпттар емес, жалпы бір подход. Яғни қалай жасанды интеллектпен жұмыс істеу, жаңағы тәуекелдерді азайту үшін, рисктерді азайту үшін. Яғни бұл жерде бір мақалаларды табу, одан кейін оларды анализ жасау, одан кейін оларды қалай жұмыста қолдануға болады. Әртүрлі мысалы зерттеу процесін әртүрлі жаңа нелерінде сатыларында соған қатысты бір жаңа атыдейік публикация бір не ретінде, структура ретінде көрсеңіз болады. Мына жақта қазір анықтауға тырысып жатыр. Мына мақалалардың не дейміз, suggestions for future research секциясына сүйене отырып, қандай аз зерттелген тұстар бар, соларды анықтауға тырысып жатыр. Одан кейін мысалы қысқаша сізге бірнеше альтернатива береді. Осындай аз зерттелген тұстар бар дегендей. Және осы жерде жаңа әр мақалаларға ссылкамен немен дегендей. Одан кейін оны ары қарай оқып, қарап, тексеріп, мен жалғастырамын ба, жалғастырмаймын ба, өзіңіз шешім берсеңіз болады бұл жақта. Яғни осылай бір нетеді. Енді мен мына жақта бір гәпті мына жақта файл ретінде жазып қойдым, делік мысал ретінде. Мына жақта файлда кіші ғана, мына жақта көріп тұрғаныңыздай ссылкалар, сілтемелер бар. Кейде мына бір сөйленге бірнеше сілтеме дегендей. Енді жазғасамайды да просто. Ең үлкен мәселе бұл сілтемелердің дұрыс па, дұрыс емес па кейде. Бізге алдап қойдым, алдамай дұрыс жазды ма деген мәселе туындайды. Біраз микрофон қосылады екен, әріптестерде. Өзі автоматты түрде қосылып кетеді ме? Жақсы. Тағы бір нені көрсетіп кетейін, этика жағынан. Яғни айтып жатырмыз ғой, анау факт-чек жағы бар, галлюцинация жағы бар, соның алдын алудың бір жолы. Делік публикацияға жіберер алдында бұндай бір нелер, тексерулер маңызды. Яғни мына жақта дерек көздер арқылы тұжырымдарды тексеру. Дерек көздерде және біз жасаған тұжырымдарда бір айырмашылық бар ма дегендей. Яғни бұндай тексеруде де мұндай чат GPT-ның орнына негізі Gemini сияқты платформаларды қолданған дұрыс. Мына жақта мен промпт бар, осыған қатысты. Бұл жерде сізде промпт екі жазған жаңа делік мақаланың драфты, және де оның алдында жасаған мақалалардың несі, түйіндемесі. Сіз оқыған жаңа әдебиетке шолу жасадыңыз, соның түйіндемесі және де жазған мақаланың драфты. Мысал ретінде көрсетіп жатырмын. Екеуін де жүктеп қойды, екеуін де сұрайды. Осы екеуін салыстырады. Бұл да өте маңызды нәрсе. Мына жақта ертең ұят болып қалмайтындай қалмау үшін мен мына жерде бұны не ретінде көрсейін, Word файлда қалай көрінетін нәтижесін. Яғни нені тексереді? Мұна сіз жазған нәрсені мұна недегі, мына мақалада айтылған нәрсеге сәйкес пе, match па, mismatch па дегенде. Әсіресе даже өзіңіз қолдан жазсаңыз да кейде осылай тексеріп қойған жүрсіз. Егер немесе partial match дейді, толық мағынаны бермейді, мақалада дәл осылай айтылмаған деп жалпы тексеріп береді. Әсіресе үлкен бір текст мәтін болғанда
біраз қателер шығып қалады негізі. Так, осындай бір не промпт жаңа кішкене бір жерден бұл әрине сіз жазып ары қарай тексеру тек қана емес, қолданғанда да мына этикалық тұрғыдан галлюцинация мақалалардың шынымен өзіңіз рөлде отырып түйіндемелерін жасап, солармен жаңағы салып, ақылдасу процесін, одан кейін драфтты да ары қарай тексеру. Яғни бұндай мәселелер өте маңызды. Яғни жалпы айтатын болсақ, мына жақта яғни процесс аты дейік публикация дейтін болсақ, зерттеу сұрақтарын тақырып нақтылайды. Яғни бірінші промпттар осындай мақала іздеу, одан кейін олардан жаңағыдай деген тұстарды анықтап, тақырыпты қалай дұрыстаған дұрыс ертең publishable дейді ғой, мақала журналға шығатындай. Өйткені жаңалық төмен болатын болса, бұл көп зерттеліп қойған бір дүние болатын болса, онда журналда оны жариялау да қиын. Ал аз зерттелген бір дүние болса, онда журналда жариялау ықтималы өте жоғары. Осыған да кішкене көңіл бөлу. Яғни басында осыған бірнеше промпт осыған көңіл бөледі. Одан кейін әдеби шолуды жаңағы құрылымдау мәселесі бар. Кейбір промпттар ары қарай кетеді, жаңағы зерттеу дизайн әзірлеу. Яғни сізде зерттеу проблемасы дайын, зерттеу сұрақтарын дайындап қойдыңыз, ары қарай қандай метод қолданған дұрыс, бірнеше альтернатива беріп, одан кейін таңдау дегендей. Кейінгілер сосын деректерді қалай жинаймыз. Мысалы, survey жасайтын болсақ, немесе интервью жасайтын болсақ, ол сұрақтарды қалай дұрыстаған дұрыс. Интервью гайд дайындап беруге көмектеседі. Және де мұндай бір нелер де бар, айта кетерлік жайт, анализ. Яғни бұл тек қана не емес, қоғамдық қолдан емес, делік көп біз жалпы анализді көп жерде қолданамыз. Бұл жақта мен екі нені қойып қойғанмын әзірше, сапалық деректерді талдау және сандық деректерді талдау. Мысалы, сандық деректер талдауға келгенде өзінің бір жаңа несі бар, басқаша бір подходы бар. Мен бір не ретінде көрсетейін бұл жерде. Делік платформада курс та бар. Жаңа неде тек қана үйрену мәселесіне келдік қой. Жаңа көріп отырғаныңыздай тек қана промпттарды қолдану емес, кілт сөздерін жазған өзінде басқа мәселелерде біраз үйрену несі бар, жаңағыдай процесі бар. Және курс та бар негізі. Бұл тек қана курс дегенде қалай промпттарды қолдану емес, жаңа сертификатымен несімен. Бұл жаңағыдай аты дейік публикация. Бір егер слайдтарын көрсететін болсам, жаңағы неге қатысты, курсқа қатысты. Бір-екі слайдты. Негізі курс өзіне, жалпы аудиосы мен жаңа видеосы ағылшын тілінде, бірақ субтитрі мен жаңа транскрипті қазақ тілінде, орыс тілінде бар курстың. Бұл жаңа бастайды жаңа несін. Бір идеяңыз бар, тақырыбыңыз бар. Көбінесе бізде practical significance, практикалық тұрғыдан қалай қолдану оңайырақ, бірақ журналдарға көбінесе жанрлық керек. Ол жанрлық үшін қаншалықты бұл зерттелген, аз зерттелген тұстар бар ма, оны анықтау керек. Осын бары түсіндіреді, қалай анықтауға болады, мақаланы қалай іздеген дұрыс. Одан кейін жалпы нелер, кілт сөздер, мақаланы талдау. Одан кейін неге академиялық жазылымға қатысты кейбір мәселелер. Бізде көбінесе кейде мақаланы жазғанда да, әсіресе әлемдік журналдарда, басқа нелерде тек қана Қазақстан әдебиетімен немесе басқа бір әдебиетке шолу көп кіріспеде жасамаймыз. Бірақ негізгі несі өзінің бір нелері бар, структуралары бар, мақалалардың қабылдан. Бұл мәселені қаншалықты зерттелген көрсетіп, одан кейін осындай аз зерттелген тұстар бар. Бұл мақала осындай бір үлес қосады деп, осылардың бәрін айтып кетеді дегендей. Осындай бір курс бар. Мен негізгі бір көрсетіп қалдым, жаңағы сандық зерттеуге келетін болсақ, егер бұл жерде де бір не бар, өзінің бір жүйесі, яғни промпт қалай жұмыс істейді, бұл қалай жасау дегенде мен нақты көрсетіп кетейін. Делік сізде данный бар, белгілі бір Excel, CSV файл дейік. Gemini, көбінесе Gemini'ді қолдануды ұсынар едім GPT-ның орнына. Неге? Өйткені GPT анализге онша
жаңағы креатив жағы басымдырақ, ал анализге Gemini жақсы. Кішкене нақтырақ десек те болады. Gemini бұны мысалы көп данный болса 10.000 дегендей жаңағы строка не, онда оның белкі бірінші 100 строкасын берсеңіз жеткілікті. Өйткені оның біраз өте көп болса оны қорытылмайды. Өйткені белгілі лимиттер бар, қорыту қиын. Ал бастапқы жаңағы бас жағын берсеңіз, онда оны түсінуге жеткілікті. Оны түсінеді, қай жерін тазарту керек, қай жері түсініксіз айтып, сізге оны тазарту үшін код бере алады. Ал оны ары қарай питонда да жасаған дұрыс дейік, мысалы. Енді әртүрлі программаны қолдануыңыз мүмкін, бірақ мысалы питон жалпы егер Gemini-мен жұмыс істейтін болсаңыз, өте оңай. Және де компьютерге инсталляция жасаудың керегі жоқ. Онлайн Google Colab деген бар. Онлайн дайын тұр. Тек қана кодты алып, және де код бұл жерде промпттар, платформадағы промпттар, кодты жасағанда да әр жаңа линиясын жаңа түсіндіреді. Өзіңізге түсінікті болатындай, қалай жұмыс істейтінін. Питонда 10.000 болсын, оған разница не жоқ, еш айырмашылық жоқ. 10.000 данный болсын, 1.000 болсын, жақсы анализ жасап береді, тазартып береді мысалы. Одан кейін гипотезаңызды қоясыз, сізге ұсыныстар жасайды, қандай не тест қолданған жақсы, неге екенін түсіндіріп береді. Жалпы соған қарай, яғни тек қана дайын результат емес, сізге біріншіден жаңағы тесттерді таңдауға не көмектесу, одан кейін дегендей не үшін екен мына тест келетінін талқылап, одан кейін соған код жазып анализ жасауға. Негізгі структурасы осындай бұл жақта. Егер осыны нететін болсақ, талдау жағын. Одан кейін әрине не талқылау бөлімін алған нәтижесі талқылау мәселесі бар. Мақала үшін дегендей бұл жақта best practices дейміз. Ең дұрыс қандай жолдары бар. Сапалық зерттеу басқа, сандық зерттеулерде басқа. Соған қарай дайындайды. Яғни промпттар соған қарай кішкене жұмыс істейді. Сосын жариялауға дайындық. Жаңағы айтқанымдай тексеру, одан кейін кіріспесін нету, черновигін жазу, абстракт, журнал іздеу, осы сияқты осыған қатысты промпттар бар. Өткенде мен бір-екі семинар жасағам негізі. Оған қатысты кейбір нелер болды. Сұрақтар болса, не болса дегендей, қалай істейміз. Форумда бар, жалпы сайтта. Бұл жақта мысалы кейбір сұрап отқан, бізде мақалада кейде достық мәселесі болады дегендей. Енді ол жақта кейбірлері Қазақстанда қиын. Мысалы сайхаб қолданып жатқандарымыз бар. Ол да 2021-ге дейін. Мен өз басым мысалы кейде достық болмағанда коллегаларыма әріптестерге жүгінемін, Америкада, басқа жақтағыларда дегендей. Сол үшін кішкене мына жаққа форумда қойып қойғанмын. Ақыл мақалалар қалай қол жеткізуге болады, андай елдер жаза білетіндей де, осы жақта маған осындай мақала керек еді, әріптестерде болса, бұл жерде гарантия жоқ әрине, бірақ әріптестерде болып жатса, сол мақаланы бөлісетіндей, басқа да тақырыпта талқылап білетіндей форумда салып қойғанмын. Бірақ мысалы жүктеп қойып дегендей сұрағандарға сондай бір нәрсе қосымша не ретінде не дейміз, талқылау болсын, егер сұрақ жауап болсын, немесе жаңағыдай мақала жағынан көмек керек болса, осыны қолданатындай толық вебинарда бар. Бүгін айтқан нәрсемді бұл жақта сайтта. Жалпы несі осындай. Егер бүгінгі немізге келетін болсақ, жұмыс істеу процесі осындай платформанда жалпы қалай идеядан бастап публикациядан қалай сізге дайындауға көмектеседі дегендей, осы промпттар арқылы жүргізеді процесті. Яғни кімге арналған? Көбінесе докторанттар болсын, жас ғалымдар, немесе даже жобаны жүргізетін ғалымдар болуы мүмкін дегендей, бүкіл жобаға қатысатындар да осылай қолдану, этикалық түрде қолдану, галлюцинация, одан кейін ол редакция болып көрмейтіндей, осыған бір үлес болатындай. Енді жалпы менен осы неге қатысты. Егер бір сұрақтар болып жатса, комментарийлер талқылауға болады. Қайрат мырза, сәлеметсіз бе тағы да, сәлеметсіз әріптестер. Бұл платформаға жазылу керек па? Ақыл ма? Қалай кіреміз платформаға? Платформада қалай жұмыс жасайды? Платформа, негізі ақылы платформа.
мен мына жақта несінде ссылкасында беріп қойдым. Былай қысқаша егер не болса нетіп кетейін, көрсетіп кетейін. Платформаның былай несі. Ақылы болса подписка ғой, иә? Подписка неше уақытқа? Подписка әртүрлі. Неге? Бір жылға болады, кварталға болады, бір айға болады дегендей. Жақсы. Осындай бір нелер. Мына жақта тарифтер кірсеңіз болады, бір көп кірсеңіз болады подпискаға қатысты. Жаңағы курс не соның ішінде. Мына жақта кейбір әріптестер неде болған, жаңағы проекттерден де сұраған, проект ретінде жазылсақ деген, оларға да мұндай бір подпискалар бар. Бұл кішкене нет жаңағы. Осындай несі. Сайтта былай негізі жазылып тұр. Подписка ішіне не кіреді дегендей. Жақсы, рахмет.